Еңбегіне қарай өнбегі. Мемлекеттік қызметкердің жалақысын жұмыс нәтижесіне қарай төлеу жүйесі өз тиімділігін көрсетіп жатыр. Пилоттық жоба ретінде мемлекеттік қызмет істер және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаментінің қызметкерлері алғашқы бонустарын алып үлгерген. Департамент алдына қойған мақсаттарын толығымен орындағанның нәтижесінде Алматыда қосымша жаңа 4 мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығы ашылды. Әкімшілік мемлекеттік лауазымға құқық қорғау орындарына түсушілерді тестілеу орталығы 80 орынға ұлғайды. Бонустық төлем жылына 1 рет төленеді. Осы арқылы кейбір қызметкерлер өздерінің әлеуметтік тұрмыстық жағдайларын жақсартқан. Қазіргі таңда департаментіміздің көптеген қызметкерлері өздерінің әлеуметтік тұрмыстық жағдайларын жақсартып, несие кредиттарын, тұтынушылық кредиттарын мерзімінен бұрын жаптық десек те болады. Кейбір қызметкерлер тұрғын үйге бастапқы жарна ретінде де енгізді сол бонустарын. Аталған жүйенің енгізілуі бұл мемлекеттік қызметшілердің өз қызметіне жауапты қарауын, өзінің алдына қойған мақсаттарға қол жеткізу үшін бір ынталандырудың бір түрі ретінде қол жеткізуге септігін тигізетініне мен кәміл сенемін. Былтыр еліміздің тұңғыш президенті елбасы өзінің кезекті жолдауында мықты мемлекеттік аппарат құру керектігін баса айтқан болатын. Ал кез келген реформаның тиімділігі сол аппараттың қызметкерлерінің біліктілігіне тікелей байланысты. Сәйкесінше жұмысшыны ынталандыру үшін берілетін бонустық жүйе оның тәртібіне, атқарған жұмысына тікелей байланысты. Қазіргі уақытта мінекей алған бонусымыз өзіміздің кәсіби деңгейімізді одан ары жетілдіруге мүмкіндік береді. Сондықтан да осы түскен бонусты мен осыған жұмсаймын. Өз кәсіби деңгейімді көтеруге ең алдымен. Ал кәсіби деңгейлікті жиі тиісті орында қалыптастыру үшін әрине адамның денсаулығы қажет. Сондықтан да денсаулыққа да үлкен көңіл бөлінетін болады. Ол тікелей жаңағы өзіміздің ипотекалық займ дейміз, соның жартысын жабуға мүмкіндік береді. Ол өте жақсы.